Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен укулеле арқылы Айқын Төлепбергеннің асыл мәніне разбор болатын болады. Ең алдымен сіздер видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып, астына комментарийға тағы да қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше видеомызға кеттік. Ең алдымен біз разборымызды бастамас бұрын бізге 4 аккорд қажет болады. Ол F, G, E, M және де AM деген аккордтар. Ең бірінші аккорд бізде ол F аккорды, ол бізде бірінші ладтың екінші струнасында, екінші ладтың төртінші струнасында орналасады. Екінші аккорд бізде ол G аккорды, ол бізде екінші ладтың үшінші струнасында, екінші ладтың бірінші струнасында және де үшінші ладтың екінші струнасында орналасады. Бізде үшінші аккорд EM аккорды, ол бізде екінші ладтың бірінші струнасында, үшінші ладтың екінші струнасында, төртінші ладтың үшінші струнасында орналасады. Ең соңғы аккорд ол ең жеңілі десем болады, осының ішіндегі ол AM аккорды. Ол бізде екінші ладтың төртінші струнасында бір саусақ арқылы орналасады. Біз былай қарап тұрсақ, аккордтарында ондай қатты қиындықтар жоқ. Шамалы 1-2 күнде дайындалсақ, оңай үйреніп алуға деген мүмкіндігіміз бар. Ендігі бізде келесі үйрену керек зат оның қағысы, яғни бой. Бізде оның қағысы қалай болады? Төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары. Қағысында да ондай қатты қиындықтар жоқ. Кішкене дайындалып, қолымызға жаттығу жасасақ, қатты қиындық туғызбайды. Осылайша біз асыл музыкасына керекті аккордтарын және қағыстарын үйрендік. Енді біз текстпен қосып, оны қалай айтылу керектігін көретін боламыз. Көргім келеді сені, көздеріңнің жалына арбап мені, сені іздеймін, нәзік сезім арнап, махаббаттың балынан бір тартсам тербетім, кездестірмедім, жарық берші жаныма келші жаным, жарық берші күнімдей боп, әрдайым жастығымла күлін әрдайым, жанымда бұл жазғы күнгі, әрдайым асылым, ғашығым, ғашығым, ғашығын қайдан іздеймін сені, асылым, ғашығым, ғашығын қайдан іздеймін сені. Достар, біздің осылайша укулеледегі разборымыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайктарыңызды басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ендеше қош сау болыңыздар.